Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында түріктің нағыз бөрегін дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен бізге бір стакан жылы суымыз қажет. Суымыз өте жылы болған дұрыс. Осындай стаканмен толтырып алдым. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз және де бір жұмыртқамызды қосып араластырып аламыз. Тұзы ерігенше венчикпен араластырып аламыз. Суымызды шамамен 300 граммдай су қостым. Көріп тұрғандарыңыздай венчикпен араластырып алдым. Тұзы еріді және де жұмыртқамызды араласты. Енді алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды дайындап қоямыз. Ұнымызды да бірден қосып жібермейміз. Осындай бөліп қосып қамыр елеп аламыз. Ұнымыз шамамен 500 граммдай ұн қосамыз. Осындай етіп алдымен венчикпен араластырып алып, одан кейін барып қолымызбенен қамыр елеп аламыз. Қамырымызды 10-15 минут елеген дұрыс. Сонда біздің қамырларымыз біркелкі болады, өте әдемі болып шығады. Қамырды елеп алдым. Мінекей өте жұмсақ қылып еледім. Енді мұны 20 минутқа салафанға орап, июін қандырып қоямыз. Біздің қамырымыздың июі қанғанша салмасын дайындап аламыз. Осындай бізге тартылған ет қажет, тартылған сиыр еті, кез келген тартылған ет қоса берсеңіздер болады. Және де пиязымыз орташа болғандықтан 4 данасын қостым. Егер сіздерде үлкені болса, 2 немесе 3 данасын қоссаңыздар болады. Пиязымызды осындай етіп ұсақтап турап аламыз. Егер сіздерде блендер болса, онымен де езіп алған жөн, өте ұсақ әдемі болады. Пиязымды турап шықтым. Енді табамызды қыздырып, сұйық май құямыз. Керегінше сұйық майымызды қыздырып алып, пиязымызды саламыз. Пиязымызды алтын түстес болғанша қуырып аламыз.
Менде пиязым қуырылды әбден, осындай сарғыш түс болғанша қуырып аламыз. Енді тартылған етімізді қосып, мұны да әбден қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. 1 шай қасықтай қостым шамамен, және де жарты шай қасық қара бұрышымызды қосамыз. Енді бұны араластырып аламыз. Кішкене отымыздың астын жай қойып қоямыз. Фаршымызды пісіріп аламыз. Бетін жауып қойсақ, сонда біздің жаңағы пиязымыз бен етімізден су шығады. Егер құрғақ болып бара жатса, аздап су қосып жіберсеңіздер болады. Мен бұл жерде аздап су қосып жібердім. Мінеке стақанның мен кішкене ғана 2-3 ас қасықтай қосып жібердім. Сонда өте нәзік болады, әрі сулы болады. Су қоспасаңыздар да болады, маңызды емес әрине. Осындай суы тартылғанша әбден қуырып аламыз. Біздің салмамыз дайын. Мінеке тартылған етіміз пісті, дәмі де өте жақсы болып шықты. Енді оны суытуға алып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді мұны 2 бөлікке бөліп аламыз. Әбден иі қанғанша жаңағы илеп алдық. Енді қамырларымызды осылай 2 бөлікке бөліп, және де оны 4 бөлікке бөліп аламыз. Осындай кішкентай етіп зуала жасап аламыз. Барлығын осындай дөңгелетіп алдым. Енді бөлінген қамырларымызды кішкене ұнға аунатып, оқтаумен осындай етіп жайып аламыз. Үлкен етіп жаюдың қажеті жоқ. Осындай кішкене ғана шамалы жайсақ жеткілікті. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. 8 бөлік шықты менде. Барлығын алдын ала осындай етіп жайып алдым. Енді барлығында алдын ала жайып алдым кішкене көлемде. Енді осындай тарелкемізді алып, ертілген сары майымызды алып, астын майлап жібереміз. Қамырларымызды осындай сары майымызды арасын жағып аламыз. Шамамен 150 граммдай сары майды ерітіп, осындай етіп арасынан жағып шығастыр. Барлығының сары майды аямай көбірек қоса берсеңіздер болады. Мінеке барлығында 8 бөлікті де осылай арасының барлығына сары майымызды әбден жағып алдым.
Енді мұны салафанымызды кигізіп мұздатқышқа 20 немесе 30 минутқа қойып қоямыз. Немесе тоңазытқышқа да салып қойсаңыздар болады, жарты сағатқа немесе 40 минутқа. Осындай етіп кішкене қатайған соң мұздатқышымыздан аламыз. Және де осындай етіп қолымызбенен созып аламыз. Жыртылып кетеді деп уайымдамаңыздар, және қиынға соқпайды, өте оңай. Сәл ғана тарта отыра осылай етіп жайылады, өте жеңіл болады. Үлкен көлемде жайып алсаңыздар болады. Енді суыған салмамызды жанына осындай 2 немесе 3 ас қасық салып, қамырымызды орап аламыз. Жіңішкелетіп орасаңыздар, қамырларыңыз өте әдемі көрінетін болады. Міне біздің қамырымыз өте жұқа, сол себепті де жай ораған дұрыс. Менде көрінуі үшін осылай жасап алдым, мінекей. Енді табамызды алып, пергамент қағазын төсейміз, немесе қағаз болмаса астын майлап жібересіздер. Енді оралынған қамырымызды осында етіп орап аламыз. Мұны шетке алып қоямыз, және екінші қамырды да жайып, арасына салмамызды салып орайтын боламыз. Мұны да көрсететін боламын. Біздің қамырымыз өте оңай жайылады, жыртылып кетеді деп ойламаңыздар. Мінекей өте жеңіл ғана оңай жайылып жатыр. Осындай етіп жаймен тартыңқырап жайып алсаңыздар болады. Ең шетіне салмамызды салып аламыз. Қамырыңыздың көлеміне қарай саласыздар, 2 немесе 3 ас қасық саласыздар. Енді барлығын осылай орап шығамыз, және үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Әбден толықтай жан-жағына жағып алу керек. Менде 8 бөлінген жаңағы кішкентай қамырлардан осындай үлкен бір данасы шықты, және кіші бөлігі шықты. Егер сіздерде екеуін жасайым десеңіздер, жаңағы бөлінген 4 бөліктен 2 осындай бөлек дайындасаңыздар болады. Енді үстінен әсемдеу үшін осындай қара күнжіттарымызды және ақ күнжіттарымызды сеуіп шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 200 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. 30 минут, 35 минутта пісіп шығады. Біздің салмамыз піскендіктен өте жылдам піседі. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыз, ұнату белгісін басып өтіңіз, және де пікір қалдыра отырыңыздар. Мінекей арасын кесіп көрсетіп жатырмын. Өте ыстық болып тұр, қолға ұстатпайтындай етіп тұр. Мінекей біздің бөрегіміз өте дәмді болды. Үй жағдайында осындай бөрек дайындап үйреніңіз. Назарларыңызға рахмет.